Жанатул Фирдауси қайырымдылық қордың ұйымдастыруымен Алматы қаласының жамағатын жинап, бір автобус жалдап, иншалла сауаппен жарысайық, сауапқа кенелейік деген атпен иншалла келіп отқан жайымыз бар. Әбжапар ұстаздың бастауымен осы жерден мынандай үлкен оқу орны деп бастап жатырған. Оқу орнының уақыбы ғой, мына ертең сол балалардың еңбегінің ақысы болсын, ұстаздардың ақысы болсын. Сондай бір жеміс ағаштарын Алматыдан келіп қалдық. Біз бәрін өңдеп тастағанбыз. Кәсіпкерлер көбісі осы жерге келіп мынау асарға ат салсайық деп өз мал, жан, уақыттарын бөліп келіп осы жерде еңбек етіп жатырық Алланың арқасында. Аллаға шүкір. Осы жердің көп келгені көп, өзіміздің қосқан үлесімізді сезініп сөйтіп жүретін жағдай болады. Енді ең әуелі рухани дүние болмаса, рухани байлық болмаса, ұлттың ұлт болу, елдің ел болу ол екі талай дүние. Күн көрсін күйттеп жүрсе, талай адамдар бұл кісілер бірнеше жыл бойы 30 жылдың жобасында жаңағы шәкірттерді үйлеріне жатқызып, олардың ас суын айырып, солардың білім алуына, Құран жаттауына, хадис жаттауына, имани жолға түскені қанша мыңдаған шәкірттерге бұл кісілердің ықпалы болды, әсері болды. Бұның бәрі жаңа болашақ шәкірттер үшін жаңағы жүзім ағашын, өрік ағашын, алма ағашын отырып жатқандары осының бәрі сол болашақ үшін осы имани жаңағы ұлттың жақсылығы, игілігі үшін жасалып жатқандығын естігеннен кейін, осы оңтүстікке жол түскеннен кейін келіп бізде кішкене қолымызға күрек ұстап, мүмкіндігінше сол бізде сауап істің бір шетінде жүрсек деген оймен келдік шынап келген кезде. Келіп ұжымдасып істеп жатқан жігіттерге, мұсылмандарға Аллахтың разылығын тілеймін. Жалғыз істегенше бөлісіп істе деп екі бөліс деп отыр. Машалла. Алла разы болсын. Алматыдан келді. Sen Allah'a qarab hicret жасаған болып есептелесің дейді. 9-ға дейін сондай. 9-ға дейін алды. Жалпы Сарыағаш медресе колледж тудың ішінде 20-30 кіші болады. Сол кезде жетістікке жетеді.